Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бөлім атауы атақты тұлғалар. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбын білу үшін берілген сөз жұмбақты шешіңдер. Бірінші сұрақ: батыр сөзінің синонимі. Тексерейік. Дұрыс, ер. Екінші сұрақ: іс тігетін адам кім? Тексерейік. Тігінші. Жарайсыңдар. Дұрыс. Үшінші сұрақ: егін өсіруші кім? Тексерейік. Егінші. Дұрыс. Төртінші сұрақ: Нұр-Сұлтан қаласын басып өтетін өзен қалай аталады? Жарайсыңдар. Есіл өзені. Бесінші сұрақ: кім, не сұрақтарына жауап беретін сөз табы? Тексерейік. Дұрыс айтасыңдар. Зат есім. Алтыншы сұрақ: бір таңбалы сан? Бір екен. Дұрыс. Жетінші сұрақ: жыл мезгілі атауы? Тексерейік. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Көктем. Жарайсыңдар. Енді тігінен бізде қандай сөз шықты? Етістік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Жақсы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты: тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілейсіңдер. Тыңдалған материал бойынша ашық және жабық сұрақтарға жауап бересіңдер. Сөйлемнен етістікті табасыңдар. Ой қозғау тапсырмасы. Балалар, мына суреттегі кімдер? Ал тексерейік. Жамбыл Жабаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Бауыржан Момышұлы, Қажымұқан Мұңайтпасов. Өте жақсы, дұрыс таптыңдар. Бұл адамдар ұлы, атақты тұлғалар. Біздің жаңа ортақ бөлім тақырыбы да атақты тұлғалармен байланысты. Алдағы тапсырмаларда осы атақты адамдар туралы тапсырмалар болады. Бірінші тапсырма: мәтін мен жұмыс. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Атамның кабинетінде үлкен портрет ілулі тұратын. Ол кісінің сәл күлімсірей қараған жанарынан бір жылы сәуле тарап, жүрегіңді мейірімге бөлегендей сезілетін. Бірде Ержан атасына қызық сұрақ қойды. Ата, ана кісі сіздің әкеңіз бе? Деп Әуезовтің суретін көрсетті. Атам Ержанға мойнын бұрып: кімді айтасың? Немересінің шошайған саусағының нені нысанаға алғанын көріп, күліп жіберді. Ол ұлы адам, өте үлкен жазушы, деп түсіндіре бастағанда, Ержан балаға тән шыдамсыздықпен сөзді бөліп жіберді. Ол да Момышұлы екен ғой. Неге Момышұлы болады? Атам таңданған кейіпте қолындағы 2-3 хатты үстел үстіне тастай салды. Ешқандай Момышұлы емес. Ол Мұхтар Әуезов, деді. Өзіңіз ұлы дедіңіз ғой. Ұлы болса, ол да Момышұлы болады, деп Ержан өз жорамалын айтып қояр емес. Атам басын шайқап, немересіне ұқтыруға кірісті. Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметованың естелігінен.
мәтін кім немесе не туралы деп ойлайсыңдар? Өзіңді тексер. Иә, мәтін үлкен портрет туралы. Атасы немересіне ұлы деген сөздің мағынасы атақты, біртуар, артында 3-5 тәлім-тәрбиесі қалған адамдарды халық ұлы деп атайтынын айтты. Ал момышұлы дегендегі ұлы ол тегіне қосылып жазылатын қосымша екенін түсіндірді. Балалар, мәтін бойынша түсінгенімізді екінші тапсырмада ақиқат және жалған ойын арқылы байқап көрейік. Кіре берісте атамның портреті ілулі тұратын. Ақиқат па, жалған ба? Тексерейік. Жалған, дұрыс. Атасы немересіне ұлы сөзінің мағынасын түсіндірді. Ақиқат па, жалған ба? Тексерейік. Ақиқат, дұрыс. Ержанның жорамалы бойынша портреттегі кісі момышұлы. Ақиқат па, жалған ба? Ақиқат, дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Мәтін бойынша сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Балалар, Мұхтар Әуезов пен Бауыржан Момышұлын қандай қасиеттері атақты етті? Қане, тиісті белгімен белгілеп көрейікші. Тексерейік. Дұрыс, білімділік, ақылдылық, мейірімділік. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Жазылым. Оқулықтың 42-ші бетіндегі екінші жаттығуға назар аударыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қою арқылы сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. Керекті сөздер баяндалды, жазды. Әдемі, көркем жазыңдар. Ал енді тексерейік. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазды. Дұрыс. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы баяндалды. Өте жақсы. Енді сөйлемді етістіксіз айтып көр. Етістік не үшін керек екен? Ойланып көр. Ал енді балалар, келесі тапсырмада кім не істейді? Екі бағанда берілген сөздерді сәйкестендіреміз. Батыр, жазушы, ақын, суретші, биші, өлең жазады, би билейді, кітап жазады, ерлік жасайды, сурет салады. Енді екі бағанды сәйкестендірейік. Ал тексерейік. Батыр ерлік жасайды, дұрыс. Жазушы кітап жазады, дұрыс. Ақын өлең жазады, дұрыс. Суретші сурет салады, дұрыс. Биші би билейді. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар табыс сатысын толтыруларыңа болады. Бірінші баспалдақ етістікті білемін. Екінші баспалдақ етістікті сөйлемде орынды қолданамын. Үшінші баспалдақ сабақты толық түсіндім деп өз білім деңгейлеріңді табыс сатысында толтыруларыңа болады. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.